Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі тез дайын болатын сгущенный пирог дайындайтын боламыз. Толық құрамын видеоның астына жазып қалдырамын. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға сода мен шымшым тұзымызды салып, оның үстіне бөлме температурасында тұрған сармайымызды салып араластырып аламыз. Осылай қолымыздың көмегімен қамырымызды біріктіріп, үгітілмелі қамыр дайындап аламыз. Содан соң шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң 2 саруымызды салып, жақсылап жұп-жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Осылай дайындап алдық. Енді осындай формаға жайғастырып шығамыз. Менде 30 сантиметрлік форма. Осылай дайындап алдық. Енді грецкий орехімізді салып шығамыз. Грецкий орехті қатты үлкен қылмаймыз, қатты кіші қылмаймыз. Орташа қылып қолымыздың көмегімен кесіп, жайып шығамыз. Орехтің үлкен кусоктары пирогтың ерекше дәмін келтіреді. Содан соң мейізімізді саламыз. Мейіз деген міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Одан соң сгущенкамызды салып, жақсылап жайғастырып шығамыз. Осылай жайып шықтық. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді, өте ерекше. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.